Бүгінгі біздің семинардың тақырыбы S элементтер және олардың қосылыстары бөлімінен көп деңгейлі оқыту болып табылады. Бізде S элементтер көбінесе бірінші және екінші топшалар жатады. Бірінші топшада сілтілік металдар, литий, натрий, калий деген сияқты, және сілтілік жер металдар, магний, кальций, барий. Олар маңызды қосылыстар мен гидроксидтер, тұздар, оксидтерді қарастыратын боламыз. Бірінші деңгей білу және түсу деңгейі. Бізде 5 сұрақ дайындадық. S элементтерге қай элементтер жатады, оны тізіп жазып шығарды. Сосын екінші кальций оксиді мен натрий гидроксидінің формулаларын жазып көрсетеді. Кальций мен су арасындағы реакцияны жазады. Магний мен кальцийдің жалғанысын сипаттап, сілтілік жер металдары атауының мағынасын түсіндіреді. Одан бізде екінші деңгей қолдану және талдау деңгейі. Оған бізде мынандай сұрақтар: келесі реакция теңдеулерін аяқтап теңестіріп көрсетеді. Кальций мен суды қосқан кезде және магний мен тұз қышқылын қосқан кезде. Кальций гидроксид мен көміршыл газы әрекеттескенде не байқалады, оны түсіндіреді. Суда қаттылық туғызатын иондарды және оны жою жолдарын атап көрсетеді. Натрий мен магнийдің химиялық қасиеттерін салыстырып көрсетеді. Яғни бұл таксономиясына жинақтау және бағалау деңгейі, яғни С деңгейлі тапсырмалары. Бұл бізде бірінші жағдаяттық тапсырма қойылады. Бұл жағдаяттық тапсырма айдос ауылдық жердегі үйінде ата-анасына көмектесіп жүр. Ол суда қазанды қайнатып жатқанда ыдыстың түбінде ақ түсті қақ пайда болатынын байқады дейді. Бұл құбылыс күн сайын қайталана берді. Айдостың ағасы бұл су қатты су болуы мүмкін екенін айтты. Мұндай судың бойында адам денсаулығына пайдалы, бірақ тұрмысқа зиян келтіретін заттар бар екенін түсіндіреді. Айдос осы құбылысты химия сабағында үйренген білімдермен байланыстырып, себебін анықтауға тырысады. Осы жағдаяттық тапсырма беріледі де, осы тапсырмаға жоғарыда көрсетілген жағдаяттық тапсырмаға байланысты төмендегі көрсетілген сұрақтарға жауап береді. Бірінші сұрақ: бұл жерде қазан түбінде пайда болған ақ қақ қандай зат болуы мүмкін және химиялық атауы және формуласында. Яғни бұл жерде натрий хлориді, яғни ас тұзының болуын, яғни сол формуланы жазатындығын көрсетеді. Келесі сұрақ: бізде мұндай қақтың пайда болуын қандай S элементтердің иондары себеп болуы мүмкін, яғни жаңа қандай натрий, калий деген сияқты иондардың тұздары пайда болады. Келесі үшінші сұрақ: судың қатты және жұмсақ түрлерінің айырмашылығы неде? Төртінші сұрақ: бізде судың тұрмыстық техникада және адам ағзасына әсерін сипаттаңыз дейді. Бұл жерде судың қай жақ қолдануын сипаттайды. Бұл жерде оқушылар, яғни келесі бесінші сұрақ: суды, яғни қатты суды жұмсарту үшін қандай химиялық немесе физикалық әдістерді қолдануға болатындығын айтады. Келесі осы тақырыпқа байланысты, яғни S элементтерді оқушыларға түсінікті әрі жеңіл жеткізу үшін осындай платформалар қолданады. Яғни білімлен платформасы арқылы бұл жерде дайын бейнесабақтарды көреді де, сол бейнесабақтан көрген түсініктерін тест тапсырмалары, яғни жағдаяттық тапсырмалар бар, және де сәйкестендіру тапсырмалары бар. Сол тапсырмаларды орындау арқылы жасайды. Келесі ортол платформасы. Бұл платформа арқылы деңгейлі тапсырмаларға құру болады. Бірақ бұл доступ тек 5 лимиті, яғни 5 PC ғана. Келесі Live Worksheets деп аталады, интерактивті тақталар. Сол интерактивті тақтаға бізде оқушыларға түсініктер етіп S элементтердің иондарының формулаларын және тұздардың формулаларын жазып көрсете алады. Келесі Quizzes Kahoot платформасы. Ол білімді ойын түрінде тексеру, яғни кері байланыс жасағанда, соңында рефлексия жасаған кезде осы платформаларды қолдану арқылы оқушылардан сабақтан алған білімдерін қалай түсінгендігін бекіту тапсырмасы ретінде осы платформаларды қолданылады. Келесі платформа Canva және де Google Jamboard деп аталады. Бұл постер презентация жасауға ыңғайлы платформалар. Бұл платформаларды қолдану арқылы оқушыларға тиімді және де түсінікті түрде білімді, яғни S элемент тақырыпқа байланысты слайдты презентацияны түсіндіре аламыз. Бүгінгі біздің семинардың тақырыбы S элементтері және олардың қосылыстары тақырыбы. Бұл жерде біз бұл сабақты өтер кезде ең алдымен сабақтың құрылымымен таныстырсақ, ең бірінші бізде кіріспе уақыт беріледі, яғни ол жерде бізде 5 минут кіріспе бізде Kahoot платформасы арқылы өтілетін болады. Одан кейін жаңа тақырыпты түсіндіру, жалпы жаңа тақырыпты түсіндіру, әртүрлі заманауи платформалар, технологияларды қолданып түсіндірсек болады. Олардың ішінде мысалы Notepad, Google Slides немесе Genially деген сияқты. Бұл жерде біз S элементтері, литий, натрий, калий деген секілді элементтер электрондық конфигурациясын жаза аламыз, химиялық қасиеттерін және қосылыстарын сызып көрсете аламыз, және осыны слайд түрінде немесе балаларға тапсырма ретінде көрсетсек болады. Келесі бізде тәжірибе бөлімі. Бұл жерде бізде бұл тәжірибеге жалпы 10 минут беріледі. Яғни бізде платформа осы
Biz осы тәжірибе арқылы S элементтердің тәлерлігін анықтап көрсетсек болады, оқушыларға нақты және түсінікті қылып көрсетіп бере аламыз. Элементтердің тәлерлігін ауыстырса, бұлар айналады. Келесі бізде топтық жұмыс кезінде платформа бізде қадір платформасын алсақ болады. Яғни оқушылар 3-4 топқа бөлінеді, әрбір топ S элементін таңдап, олардың қасиеттері мен қолданылуын және қолдану жайлы постер жасап сіз көрсетеді және осыларды майндмап тәйіндейді, яғни интеллектуалды тақта. Сонда постерлерді бүкіл сыналында көрсетеді, яғни осы Word ол тақтасына салып көрсетсе болады. Осылай қысалады. Келесі бізде бекіту және де кері байланыс бұл жерге есімен берсек болады. Яғни бұл жерде бізде қолданылатын платформалардың ісіге, яғни Timeter және Google Forms. Яғни бұл жерде бізде оқушылар өздерінің сабақтан алған түсініктерін кері байланыс ретінде көрсетеді. Яғни мен не үйрендім, интерактивті кері байланыс сұрақтары, қысқа тест немесе жаңағыдай көптеген жаттығуларды орындау арқылы сабақтан алған әсерін және де кері байланысын жаза алады. Осындай сұрақтарға жауап беру арқылы Google форманы толтырып, сабақтан не түсінгендерін формасын айта алады оқушылар. Біздің тақырыбымыз маңызды S элементтер және олардың қосылыстары бөлімін оқытуда көп деңгейлі оқыту технологиясын қолдану. Бізде осы тақырыпты көп деңгейлі оқыту технологиясын қолдану арқылы біз бірінші бөлім таксономиясын қолдадық. Ол бойынша біз 6 деңгейден тұратын тапсырмалар құрастырдық: білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалау. Бірінші деңгейге тоқталсақ, ол білу деңгейі. Тапсырмалар мынандай: периодтық жүйеде S блокқа жататын 4 элементті ата. Екінші тапсырма натрий және кальций элементтері қай топпен қай периодта орналасқан. Үшінші тапсырма төмендегі қосылыстардың формулаларын жаз. Бізде бұл таксономиясы бойынша бірінші деңгей білу, ол байқап тұрғанымызда тек қана теориялық білімді ғана талап етеді. Келесі екінші деңгейіміз ол бізде түсіну. Бізде тапсырмаларымыз келесідей: серпілік және де серпілік жер металлдардың химиялық қасиеттері қандай? Натрий және де кальций элементтері сумен әрекеттескенде не байқалады, реакцияның сипаттары, және де күнделікті тұрмыста кальций мен натрий қосылыстары қайда қолданылады? Екі мысал келтір. Үшінші деңгей бізде қолдану деңгейі. Қолдану деңгейі бойынша тапсырмаларымыз сапалық реакция арқылы кальций ионын қалай анықтауға болады? Мысалы, аксионын пайдалану. Екінші төмендегі жағдайды талда. Сенің бауырың сүйектері әксір екен. Дәрігер оған кальций ішуге кеңес берді. Бұл кеңесті химиялық тұрғыдан қалай түсіндіресің? Келесі төртінші деңгейіміз бізде натрий мен кальций адам ағзасына қажет элементтер, бірақ олардың артық мөлшері де зиян келтіруі мүмкін. Және сұрақтарымыз: элементтердің ағзада жетіспеуі қандай ауру тудырады? Және де артық болса ше, қандай зиян тудырады? Бесінші деңгей жинақтау деңгейі. Жинақтау деңгейінде біздің тапсырмамыздың тақырыбы элемент күнделігі. Яғни оқушылар өзінің бір элементті кейпіне алып, мысалы, бір күні мен натрий болдым деп, сол элементке адам кейпін беріп, ол қайда жүрді, қандай реакцияларға түсті деген сияқты соған шығармашылық тұрғыда тапсырма дайындайды. Енді платформаларға айта кететін болсақ, ең бірінші бізде Periodic Table Tag платформасы. Бұл бізде қазақ тіліндегі Менделеев кестесі болып табылады. Мысалы алатын болсақ, бізге керек кальций элементін таңдаймыз, және де бұл жерде жалпы мағлұматымыз беріледі. Оның латынша атауы, ағылшынша атауы, ашылу жылы, алғаш зерттеген ғалымдардың аттары, жалпы бізге керек барлық информация беріледі. Одан кейінгі платформа бізде кедек платформасы. Бұл платформада бізде химиялық элементтер тарихы, қолданысы жайлы қызықты білімдер көрсетілген. Мысалы алатын болсақ, бізде TED платформасында бірінші видео көріп өзіміз тақырыппен танысамыз. Одан кейін Think платформасының басып, осы жерде бізде тапсырмалар беріледі, сұрақ алады және де соған жауап беруіміз керек. Бұл тест түрінде немесе қысқаша жауап ретінде өзіміз жазамыз. Және де егер де одан да көбірек сізге информация керек болатын болса, Dig Deeper деген батырманы басып, көбірек сайттар мен платформаларды көруге болады. Келесі соңғы бізде Padlet платформасы. Бұл платформада бізде сенің сүйікті элементің не үшін пайдалы деген пікір қабылдамасы қосылған. Соған оқушылар өзінің жауабын кез келген жерге екі рет басып, өзіңізге керек тақтаны ашып, жазуымызға болады, немесе кез келген сілтеме немесе видео қойымызға болады. Назарларыңызға рахмет.